Қызылорда облысындағы Сапақ өндірістік кооперативінің басшылығы рейдерлік топтың құрбанына айналғаны рас па? Кооперативінде істейтін 20 семья, одан да бөлек субподрядтар болып істейтін 150-ге тақты семья бәрі жұмыссыз қалып, қазір зардап шегіп отыр. Сондықтан біз әділдік іздейміз. Құрманалиев Арғын, Қуандық Бержан, оның ар жағында орындап жүрген жаңағы Исанов Бекболат деген азаматтар барлығы ол бастан маған сатам дегенше ойластырып осы нәрсені. Талапкерлердің осындай талап беруінің бірден бір себебі өзінің бұрынғы сатқан үлесін рейдерлік жолмен қайтан алуы. Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев Қауырмақшы ауданында лентасын өзі қиған спорт кешенін тұрғызған компанияның қазіргі жағдайынан хабардар ма? Мен өзім келгеннен кейін толық аудит жасаттым. Оның ішіндегі есептен тыс шығып кеткен қаражаттар барлығын тиісті органдарға бергенмін. Одан ешқандай нәтиже болмады. Сыр өңіріндегі құзырлы органдар мен облыстық азаматтық сот алқасы Сапақ өндірістік кооперативінің үлесін заңды жолмен иеленген кәсіпкерге неге жұмыс істеуіне кедергі келтіруде? Заңбұзушылық фактілердің қылмыс белгілерінің бар екенін айтқаннан кейін құйтырқы әрекеттерге барып отыр. Неге 100 миллион жымқырған адамның жауапкершілігін қараудың орнына судьялар халық игілігіне жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлерге тыныштық бермейді? Менде өте үлкен сұрақ. Осы әділетсіз шыққан шешімді құзырлы органдар жоғарыдан көріп жатқан дұрыс шешім қабылдаса, соған назар аударса деген пікірім бар. 300 миллион теңгеге жуық шығынға баттым деген кәсіпкер президенттен көмек сұрайды. Қызылордалық кәсіпкер Жаслан Дәулетияров өндірістік кооперативті сатып аламын деп жер сипап қалды. 2022 жылдың қараша айында 450 миллион теңгеге жуық қарызмен бірге сатып алынған кәсіпорынды бұрынғы иелері сот арқылы даулап, өздеріне қайтып алды. Алайда сол жылы өтелген қарыздан бөлек бұл мекеменің мемлекет алдында да межелі міндеттері тұрған. 2022 жылы Сапақ өндірістік кооперативін қараша айында сатып алған болатындығын. Ол кооперативтің 400 миллионнан жоғары қарызымен. Оның алдында бір жігіттер Сапақ кооператив өндірісті сатып алады. Ортада өздерінің келісімі болады және проблемный дейміз, бітпеген объектілері және оның қарыздары болады. Оны өздерінің қолынан келмегеннен кейін маған келіп бар жағдайды айтып түсіндіріп, Жаслан, сен осы мекемені әрі қарай алып шық, қарыздарын жап деп, соның арамызда келісім болады. Содан 2022 жылы қараша айының 25 күні нотариус арқылы оформление жасаймыз. Содан бастап барлық қарыздарды жылдың аяғына дейін, одан кейін келесі 2023-тің басында қарыздарды толығымен жаптым. Тұрып қалған бірнеше нысандары бар. Оны да толығымен орындап, тиісті тапсырыс берушілерге толығымен тапсырып, халықтың игілігіне тапсырдық. Сапақ өндірістік кооперативіне келген уақыттан бастап, оның сол кездегі мүшесі Дәулетияров Жаслан осы Сапақ өндірістік кооперативінің үлесін қарыздармен алған болатын. Яғни ол қарыздардың көлемі 400 миллионнан астам қарыздар. Келген уақыттан бастап осы біздің алдымызға қойылған негізгі мақсаттар бұл осы қарыздардан құтылу. Яғни ол контрагенттер осы Сапақ өндірістік кооперативімен жұмыс істеп жатқан. Осындай көптеген жұмыстар жүргізілген болатын. Бұл дау негізі кооператив мүшелерінің арасында болып жатқан дау болып есептелінеді. Кооператив дегеніміз не деп көп адам түсінбеуі де мүмкін. Яғни оның ішінде бірнеше мүше болады. Сол мүшелердің өзара жаңағы кооперативтің ішіндегі мүшелер өздері төраға сайлайды. Жалпы ол өздерінің пайыздары болады. Акционер ретінде дейді бұл жерде.
Яғни әрбір мүшеде өздерінің акциялары болады. Бұл кооператив мемлекеттен субсидия алып, бұл жерде үлкен ғимараттар, спорт кешендері, көптеген жаңағы мемлекеттің қаржысына бірнеше керекті мектептер болсын, басқа да керекті ғимараттар салып отырған негізінде. Бізге шағымданушы Жасұлан мырза бұл кооперативті өте үлкен суммамен, қарызымен сатып алған. 22 жылдың қарашасында толық рәсімдегеннен кейін Қызылорда облысы Қармақшы ауданында дене шынықтыру кешені бірталай жұмысы бітпей тұрып қалған. Соны барып, күндіз-түні сол жұмысты бітіріп, халықтың игілігіне тапсырдық. Оған облыс әкімі жан-жақтан адамдар келіп, барлығы ашылу салтанатын өткізді. Қазіргі таңда халықтың игілігіне пайдаланып, өте жақсы жұмыс жасап тұр. Мынау біз бітпей тұрған объекті болатын. Оны біз бітірдік бастан аяқ. Яғни сіздердің алдарыңыздағы азаматтар тасып кеткен ма, сонда бітірмей? Иә, олар бастамай тоқтап тұрған объект болды. Соны біз арғарап, осыны аяқтауға тырысып, осы объектіні бітірдік. Соңына дейін алып бардыңыз. Соңына дейін алып бардық. Ішін көрейік барып. Іші жылы екен ғой, да? Жылу бәрі қосылып тұр. Іші де жылы? Мынау жаттықтырушылар бөлмесі. Мынаның барлығын өздеріңіз кіргіздіңіздер ма? Мынаның бәрін өзіміз әкелдік. Бұның бәрін өзіміз әкеп, орнатып қойдық. Мына жақта да бөлмелер бар ғой, иә? Мынау чемпиондар ма осы жақтан? Осы ауданнан шыққан чемпиондар. Қандай күшті. Енді мына ауданда қаншама халық бар, жастар бар, иә? Иә. Солардың спортпен айналысуына сіздер былайынша айтқанда Қызмет жасап, септігімізді тигіздік. Септіктеріңізді тигізіп жатсыздар. Осы халықтың игілігіне берілді, осы объектіні біз бітіріп, осы спортивный комплексті халық игілігіне Нұрлыбек Мәшбекұлы Нәлбаевтың өзінің ашылуымен, ашылу салтанатымен халықтың игілігіне берілді. Осы біздің жасаған жұмысымыз осы Қармақшы ауданында. Мына фитнес залы, иә? Фитнес залы, иә. Осы жерде қыздар билейді, яғни өздерінің жаңағы спортпен, жеңіл спорт дейді, фитнес түрінше, сонымен айналысады. Жалпы жақсы салынған, керемет. Яғни қолданыста екені де көрініп тұр мына жерде. Жаңағы әуен қоятыны, паластары бар. Жақсы, күшті. Көп нәрсені біледі да, өтірік айтпайды да. Мына жерде мына спорт мектебі ашылғалы бері. Спорт залы дейді. Осында ашылған бері істеп бардым, қарауыл. Істеп келеді, қарауыл болып, иә? Осында қалдым сосын қарауыл. Балалар келе ма көп? Келеді, балалар көп келеді, күнде келеді. Қанша бала келеді? Бір 20-25 келеді күнде. Ашылған дұрыс болды ма, ата? Қалай Ашылған дұрыс ойлайсыз? болды, өте дұрыс болды. Балалар ойнайды. Қазір білесіз, иә, анау нашақорлық, неше түрлі синтетикалық нелер көбейіп жатқанда спорттың осылай мектептерінің ауыл-ауылда ашылып жүріп тұрғаны жақсы. Қолдайсыз ба өзі? Қолдаймыз. Жаңа көрсетіп жатсыз ғой, нағыз чемпион, нағыз чемпион деп. Чемпион болмауға бәрі сол қазір. Олар келіп тұрады, түске дейін 25 балдар келеді, түстен кейін тағы сондай балдар келеді, қыздар балдар. Волейбол, баскетбол, сосын тренер мына штанг көтереді, үйретеді. Өзінің адамдар бар, тренерлер балдар. Ата, мына бұрын бұл жерде бұл кісілер келмей тұрып, басқа біреулер бастағанда тастап кеткен дейді, сол рас па? Рас. Қалған ба? Иә. Қанша жыл тұрды? Бір 3-4 ай ма? Тұрып қалды, иә? Сосын келіп жасыландыра келіп істеді. Жақсы істеді ма енді? Жақсы істеді. Ұнады ма? Күн-түн істеді түрме. Тек қана бізге енді жылып тұрған жоқ па? Постоянно осылай жылы ма? Осы постоянно жылып тұрады. Мынау тұрды. Осылай үнемі жылы ғой, иә? Күнде қосқан тәңір. Өстіп жүресіз ба, киімсіз? Осыны білмеймін. Қыста да осылай жүремін, іші жылы. Сол салы жылы, бәрі жылы. Кооперативті Жасұлан мырза алғаннан кейін, сатып алғаннан кейін қарызымен бірге көптеген ғимараттарды бітірмеген, тұрып қалған ғимараттар бар. Мен өзім енді арнайы Қармақшы ауданына барып көріп келдім ғой. Спорт кешені қаңқасы тұрғызылған, сол бойы қалған. Жасұлан мырза алғаннан кейін оны жаңағыдай сол жердегі азаматтардың
жұмыс істеп жүрген құрылысшылардың ақысын төлеп, бірден уақытысында бітіріп берген. Одан бөлек осы Астана қаласында дәл сондай спорт кешені, ол да проблемный объекті дейміз, ол да солайынан тұрып қалған нысан, оны да толығымен жұмыстарын бітіріп, қазіргі таңда халықтың игілігіне толығымен бердік. Астана қаласы Үркер шағын ауданында орналасқан дене шынықтыру сауықтыру кешені біздің мекеме Сапақ өндіріс кооперативінің күшімен салынды. Қазіргі таңда пайдалануға берілді. Ішінде қазіргі таңда бір емес 10 шақты секция бар. Мына жақта теннисный зал орналасқан. Қазір келесі кабинетке кірейік. Мына жекпе-жек залы дейміз. Ішінде таэквондо, күрес, тағы басқа жекпе-жек түрлі спорттың түрлері өткізеді. Яғни бұл жерде чемпиондарды, басқа да адамдар өздері келіп спортпен айналыса беруге болады, иә? Қосымша енді өзінің әкімшілігі сондай айнама, аптасынама бір рет сондай не жасайды. Аудан тұрғындарына арнап салынған ғой бұл енді? Жалпы осы Үркер шағын аудан тұрғындарына салынған. Бірақ тек Үркерден емес, басқа аудандардан келіп өзі қатысады. Енді біреу өзінің жеке тренерін таңдайды, басқа деген залдардан алып келеді. Бізде міне Астанада осындай фоктар әжептәуір бар, бірақ осы микрорайонда, осы Нуринский осылай ауданы, жыл массив Үркерде мынау бірінші фок. Сосын мына жақтан кісілер спортқа қатысқан, бірақ олар алыс бару керек. 1-2 сағат жолға ғана кетеді. Енді міне қуанып жатыр бәрі, міне дәл үйдің қасында міне осындай ашылған. Біз 42 айдан істеп жатырмыз. Жаңадан 4 ай ғана істеп жатқанымыз. Соның өзінде біраз кісі уже нетті, жазылды. Сол қарыздарының барлығын құтылып болып, жаңағы салынбай тұрған Астана, Қарағандыдағы ғимараттардың барлығын толық бітіп отқаннан кейін, бұл жерде ескі мүшелері қайтадан, бұл жерде жасы 70-ке келген азаматтар емес, соның балалары және басқа да бұл жерде азаматтардың арам пиғылдары тұр деп ойлаймын. Компанияның жаңа басшылары соттың шешімін әділетсіз деп есептейді. Қаншама дәлелдермен, уәждерді келтіргенімен, бірінші сатыдағы сотта және облыстық азаматтық істер жөніндегі сот алқасында өткен апелляциялық сатыдағы сот қаулысы дауласушы талапкерлердің пайдасына шешілген. Мекемені толық рәсімдегеннен кейін ішкі қаржыларға үкіметтен түскен үкіметтің ақшасын қай жаққа, қай бағытта жұмсалып жатқан толығымен аудит жүргіздік. Ол аудитті қорытындысында белгісіз жерлерге шығып кеткен ақшалар анықталып, аудиттің берген қорытындысын Қызылорда облысының прокуратурасы және ішкі істер бөліміне арнайы берген тұғын. Енді одан ешқандай нәтиже болмады. Ол аудиттің қорытындысы бойынша ИП Бастами Медиа және ИП Қасымовтардың шоттарына белгісіз мақсатта ақша аударылғаны анықталды. Оның барлығы мемлекеттен түсіп жатқан қаражат әрқайсының өзінің жұмсалатын тиісті орындары бар. Қазіргі таңда сол шығып кеткен қаражаттардың орны опырайып, бізге өте үлкен залалын келтіріп отыр. Бұл жерде Жасұлан мырза кооперативтің ескі мүшелерінің миллиондаған қаржы жымқырғанын анықтап, аудит арқылы полиция департаментіне шағымданып отыр. Солар өздерінің қылмысы ашылып қалмас үшін қазіргі таңда сот арқылы Жасұлан мырзамен ол кооперативтің ескі мүшелерінің арасындағы келісім шартты әдейі бұзғызып отыр деп ойлаймын. Себебі бұл жерде үлкен қылмыстық топ осы уақытқа дейін Жасұлан мырза сатып алғанға дейін ол кооператив 400 миллиондай қарызы болған, бітпеген бірнеше объектілері болған.
сол объектілердің барлығын мен жеке барып көріп келдім. Мынау тұрған Қармақшы ауданына да бардым. Ол жердегі спорт кешені өте керемет салынған. Тіпті облыс әкімі Нәлібаев мырза келіп, оған өзінің бағасын берген. Бізде әр ауылда, әр ауданда әр түрлі салынып жатыр. Шынын айту керек, көбісінің құсқыны жоқ. 400 миллионға салынып жатыр осындай спорт кешендері. Адам қарағысы келмейтін нәрселер. Кезінде жоспарланып кеткен, қазір салынып жатыр. Кейбіреулер салынды, мысалы әп-әдемі Қармақшыда ашылды. Бағасы сондай, көп болса 30 миллион теңге анадан қымбат, ананың қасында үлкен и әдемі. Біз тура сондай ақшаға барып анарға коровин сияқты спорт кешендері салып жатырмыз. Астана қаласындағы спорт кешеніне де бардым. Ол жердегі спорт кешенінде қаңқасы ғана тұрған, жаңағы ескі кооператив мүшелері солай тастап кеткен. Жасұлан мырзалар алғаннан кейін оны жаңағыдай кілтіне дейін бітіріп берген. Ол жерде де қазір өте жаңағыдай көп балалар болсын, сол жердегі аудан тұрғындары болсын, спортпен айналысып, денсаулықтарын күтіп жатыр, халық қуанып жатыр. Неге бізде осы халық игілігіне жұмыс істейтін компанияларға біздің прокуратура немесе соттар осылай кедергі келтіреді? Неге біздің сот, прокуратура қазір алаяқтардың сөзін сөйлейді? Неге 100 миллион жымқырған адамның жауапкершілігін қараудың орнына судьялар халық игілігіне жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлерге тыныштық бермейді? Шағымды түсіргеннен кейін ол кісілер сапақ өндірістік кооперативін қайтадан қайтып алуға толығымен жұмыс жасап, нәтижесі осындай болып отыр. Енді содан кейін барлық сапақтың қарыздары төленіп, проблемный объектілері біткеннен кейін бұрынғы маған сатқан адамдар қайтадан дау шығарып, қазіргі таңда сапақ өндірістік кооперативті толығымен өздеріне сот арқылы қайтарып алып отыр. Енді менің осы кезге дейін жасаған қанша еңбегім, қанша салынған ақша қаражаттары барлығы далада қалды. 2022 жылдың 22 қарашасындағы келісім шарты бүгінгі күні Қызылорда қаласы мамандандырылған ауданаралық соты заңсыз деп, жарамсыз деп таныды, және де оның тіркеуін жарамсыз деп таныды. Барлық осы әділетсіз, негізсіз сот шешімін біз заңсыз деп есептейміз. Сот барысында, сот талқылауында тараптардың не себептен сотқа арызбен жүгінген, не себептен осы келісім шартты бұзып жатқан, не себептен оларға осы келісім шартты бұзу тиімді болып тұрған туралы уәждерді келтірген боламыз. Бұл уәждердің нақты осы кешегі жаңағы жымқырған ақшалардың аудиторлық қызмет жүргізілген, және де ол бойынша ішкі істер органдарында қылмыстық іс қозғалғандығын, яғни 189 бап қылмыстық кодексінің 190 бап жымқыру фактісі аса ірі көлемде ақша қаражатын және алаяқтық фактілері бойынша дәлелдемелерді келтірген болатынбыз. Осы дәлелдемелерге сәйкес сот, судья мән аударып, біздің пайдамызға шешім шығарама деп ойлап едік, алайда жаңа өзім айтып кеткендей, бір белгілі бір спектакль түрінде өткізіп, соңында сол тараптардың пайдасына, талапкердің пайдасына шығарып берді. Ал Қызылорда облыстық прокуратурасы мемлекеттің қаржысына қол салған мүшелердің аса ірі көлемде ақша жымқыру дерегін анықтаудың орнына олар май-шелпекке айналдырған мекемені қайтып алуына жол беріп отырған қалай түсінеміз? Біздің сатып алу шартымызды жарамды, жарамсыз екенін Қызылорда облысының алқа төрағасы Текебаевтың өзі жүргізді. Біз одан көптеген үміт, әділдік күттік. Қазіргі таңда біздің айтқан дәлелдемеміз ешқандай мән берілмей, бұрынғы шешімді сол күйінде қалдырды. Оның ішінде рәсімдеген нотариус өз дәлелдемелерін толығымен айтып берді. Нотариустың кабинеті осы жерде барлық құжаттар рәсімделген. Добрый день, уважаемые слушатели.
По поводу сделки, случившейся 25 ноября 2022 года, хочу сообщить следующее. 25 ноября 2022 года ко мне обратился Даулетьяров Жаслан с просьбой оформить договор купли-продажи ПК «Сапак». На что я ответил, есть ли продавец, есть ли покупатель. Он ответил, что да. Ко мне пришли Исанул Толубай, Зият Загульнар, Даулетьяров Жаслан и Нуралиева Гульнур. Сделку мы оформили 25 ноября. Изначально была сумма оговорена 500 тысяч тенге. После чего они подписали договор на 500 тысяч тенге. Потом вышли, зашли обратно и решили, что сумма сделки будет составлять 300 тысяч тенге. Сделка была переоформлена, но первый договор, который был заключен на 500 тысяч тенге, Исанул Толубай, получается, не вернул мне. В связи с данной ситуацией, так, продавец и покупатель подписали сделку сами лично, дееспособность проверил, правоспособность ПК проверена. Прошу принять решение, прошу принять справедливое решение. Ары қарай тіркеу органдары юстиция олында соттың үстінде қосылды. Ол да толығымен қандай құжат рәсімделіп, қандай құжат тіркелген нақты айтып берді. Соған қарамастан бұрынғы бірінші соттың шешімімен дәл сол орында қалдырды. Бұл жерде айта кететін жайт, талапкерлердің осындай талап беруінің бірден бір себебі өзінің бұрынғы сатқан үлесін рейдерлік жолмен қайтан алуы. Бағана айтып кеткенімдей, неге рейдерлік жолмен? Себебі олар осы Сапақ өндіріс кооперативінде қарыздардың жабылып жатқанына көз жеткізді. Одан бөлек біз оларға кезінде өздерінің қызмет жасаған кездеріндегі жаңағы фактілердің, заңбұзушылық фактілердің, қылмыс белгілерінің бар екенін айтқаннан кейін олар осы құтылу мақсатында, жауапкершіліктен өзін арашалап алып қалу мақсатында осындай жаңағыдай құйтырқы әрекеттерге барып отыр. Судьялардың әділетсіз бір жақты шығарған қаулыларының арқасында қазір көптеген үлкен жобалар мен мемлекеттік маңызы бар нысандар тоқтап алып тұр. Әлі салатын үлкен мемлекеттік маңызы бар ғимараттар күтіп тұр. Қазір 200-ден аса жұмысшы өзінің отбасын асырай алмай, осы соттың шешімінен кейін қарап отыр десек те болады. Бұның барлығын сот назарға алмай отқаны өкінішті. Себебі Сапақ өндірістік кооперативінің заңгерінің өзі айтып жатыр, судьялардың көптеген қателіктерін тізіп айтып беріп отыр. Осы соттың әділетсіз сот шешімімен келіспеу мақсатында біз осы әділдікті табу мақсатында апелляциялық шағым дайындап Қызылорда облыстық сотының азаматтық алқасына берген болатынбыз. Қараған азаматтық алқа төрағалық етуші Текетаев және құрамында Турбаев, Жуынтаева деген судьялар болды. Біз осы судьялар өз жаңағы біздің берген уәждеріміз, дәлелдемелеріміз сол жерде шындықты көрсетіп, шынайы процесс өте ме деп ойлап едік. Алайда ол жерде де сот процесі белгісіз себептермен сол жаңағы талапкерлердің пайдасына шешілді. Бұл жерде де әділетсіздік болды деп есептейміз, және де өз шешімін осы Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының кассациялық алқасынан табады деп ойлап отырмыз. Бұлар негізі алдын ала ұйымдасқан ба деймін, ойластырған ба. Бірінші сотта Қуандық Бержан деген куәгер болып келді. Ол кісі толығымен айтты. Даулетьяров Жасланға осы Сапақ өндіріс кәсіпорнының қарыздары көбейіп кетіп, содан құтыла алмайтын болғаннан кейін біз қорқып Даулетьяров Жасланға аударып бердік деді. Бірақ артынша уақытша деген сөзді қосып тұр. Уақытша деген ешқандай болмайды. Бұл негізгі ол бастан бұл жаңағы Құрманалиев Арғын, Қуандық Бержан, оның ар жағында орындап жүрген жаңағы Исанов Бекболат деген азаматтар барлығы ол бастан маған сатам дегенше ойластырып, осы нәрсені бүткіл қарыздардан құтылып,
қиын алдында қандай қиын жұмыстар бар, солардың бәрін бітіріп болғаннан кейін осындай құйтырқы әрекетке жасап отыр қазір. Оның бәрі айдан анық көзге көрініп тұр. Тіпті жаңағы бұл жерде қылмыстың құрамы бар екенін, жаңағы қол жалған жасалғанын, қол қою, фальсификация документов дейді, былайынша айтқанда құжаттарды фальсификация жасау. Бұл жерде соның барлығын анықтап берсе де, судья бұған назар аудармаған. Азаматтық сот процесінің барысында талапкерлердің баласы Есанов Бекболат сотқа 150 миллион теңге Сапақ өндіріс кооперативінде қарыз ақшалар төлегенмін деп уәжін айтты. Алайда осы өзінің уәжін дәлелдейтін сот материалында, азаматтық іс жүргізу сот материалдарында бірде-бір дәлелдеме жоқ. Сонымен бірге қолхаттар берілген, 3 қолхат. 3 қолхатта яғни 73 миллион теңгені белгісіз бір азаматтан алған 35 миллион, 65 миллион. Ол қолхаттардың не үшін, қандай жұмысқа, қандай жағдайға алғандығы туралы ешқандай мәлімет жоқ. Яғни сот бұл қолхаттарға да 150 миллион ақша қаражатына қатысты да баға беріп отқан жоқ. Менің ойымша сосын бұл қолхатты бетін ашып қарамаған сияқты. Отырған алқасы бар, оның бірінші сатыдағы судьясы бар. Неге десеңіз, бұл қолхатта 73 миллион біреуден алады екен, Есанов Бекболат. Оны берген адам астына мен бердім деп қол қойып береді екен. Есанов Бекболат оны астына қол қоймайды. Соған қарағанда 65 миллион, ол да сондай. Тек қана қолмен жазады, 65 миллион алдым дейді, астына беруші адам қол қойып береді. Яғни біздің өзіміздің жаңағы азаматтық қатынастарда егер де бір тарап екінші бір тараптан ақша алатын болса, ақша алған адам қолхатта өзінің қолын қояды, мен ақша алдым деп. Ал бұл жерде келісінше ақша беріп отқан адам қол қойған. Үшеуінде де бірдей, яғни бір күнде дайындалған қолхат екені көрініп тұр. Ол не себептен алды, қаяққа алды, мекемеге алды ма, басқа үй сатып алды ма, машина сатып алды ма, оның өзінің шаруасы ар жағында. Егер алған болатын болса, ол да жоқ. Ол осыны әкеліп Қызылорда облысының соты осыны дәлелдеме ретінде тігеді да, біздің мына Садықов Серікбайға төлеген 55 миллион, оның маған дейінгі біз 25 қарашада мен алам дегенше жұмысшылардың жалақысы, одан бөлек қарыздар барлығы 400 миллионнан астам ақшаны мен төлеймін, оны бірде-біреуін дәлелдеме ретінде алмайды да, мынау біреудің Есанов Бекболаттың жазып берген қолхатын дәлелдеме қылып, міне 150 миллион теңге осын негізге алып отыр. Сот шешімінде де, сот қаулысында да жауапкерлер тарапынан жаңағы өз уәждерін дәлелдейтін ақша төленбеген қарыздарды жапқан деп. Алайда біз 62 электронды құжат жібергенбіз. Оның ішінде жаңағы салыққа байланысты, оның ішінде мердігерлерге қарыздардың төленгендігі, жұмыстардың жүріп атқандығы, түскен, кеткен ақшалардың барлығы осы қарызға байланысты, қарыздың өтеулеріне байланысты құжаттар. Нақты дәлелдер толығымен бар. Нақты дәлелдер толығымен бар. Сот кабинетіне барлығы тігілді. Ал талап берушілердің, жаңағы Есанов Бекболаттардың қасындағы жүрген топтардың жасап жатқан әрекетімен біздің әрекетімізді екеуін салыстыруға келмейді. Аспан мен жер дейді. 99-да 1% болатын болса, оған көнуге ойлануға болады. Бұл жерде 1% да жоқ, олардың жағына қарай судьялардың шешіп беретініне. 100% нәрсені біздің белден басып жасап атқан жұмысымызды кәдімгідей белден басып қартып отыр. Қазір отырмыз, міне мекеменің толық жұмысы бізде тоқтады. Олар қазір не істеп жатыр, не қойып жатыр, біз білмейміз. Әрі қарай қалай жүреміз, ол да белгісіз болып тұр бізге. Сонымен бірге мына сот процесі барысында Курманалиев есімді азамат жайлы әңгіме болды. Оны куә ретінде қатыстырды сотқа. Есанов Бекболаттың бірден бір осы жаңағы өзінің үлестерін сатуының бірден бір себебі осы Курманалиев арасындағы дау деп сот шешімінде жазылған. Ол қандай дау, оның неге қатысы бар? Курманалиев арғынның мүлдем қатысы жоқ мекемеге. Я ол жерде жұмыс істемеген, я ол жерде мүше болып табылмайды, я ол бір инвестиция құрған азамат емес. Сол себептен соттың не себептен Курманалиевті осы іске байланыстырып отқаны бізге түсініксіз. Яғни бұл жерде бұл компанияны қарызбен сатып алғаны және
тағы бір мән беретін дүние бұл жерде судья ешқандай чексіз тек қана қолхат арқылы бір жақты қол қойылған қолхатты негізге ала отырып бұл істі қараған. Сонымен бірге мына сот процесі барысында талапкерлердің өз талаптарын дәлелдейтін, өз талаптарын мойындайтын дәлелдемелерге тоқталғым келіп отыр. Талапкерлер сотқа өздерінің жаңағы 150 миллион теңгеге жұмыс атқарғандығы туралы жазған талап арыздарында. Алайда ол қандай жұмыс, қай кезде бітіргендігі туралы бірде-бір құжат жоқ соттың азаматтық істің ішінде. Сонымен бірге қолхаттар ұсынған, мысалы қолхаттардың ішін қарап зерделейтін болса, ақша берушінің өзі қол қойып беріп отыр қолхатта. Яғни қолхаттың жай ғана бір қағаз ретінде дәлелдеме ретінде сотқа ұсынып отыр. Ешқандай негізі жоқ. Фискалды чектер бар ма? Фискалды чектер жоқ. Ол азаматтық істің ішінде тек қана жаңағы 2750 миллион теңге, 2 миллион 750 мың теңге, тағы бір 500 мың теңге, 600 мың теңге деген пополнениялар жасаған. Ол кімге төлегені, қай уақытта төлегені белгісіз. Алайда сот осы дәлелдеме ретінде алып, негізге алып, оған баға беріп, жаңағы қолданып отыр. Өндірісіне алып отыр дәлелдеме ретінде. Мысалы, Жаслан мырзалар заңгерлермен көптеген чектермен құжаттардың барлығын өткізгеннің өзінде сот оның бірде-біреуін назарға алмаған. Бұл жерде мен өзім әрине ойлаймын, бұл менің ойым. Бұл жерде бір жақты сот шешімі шықты. Себебі бізде жергілікті өңірлерде қазір судьялардың шешімдеріне наразы болып жатқан азаматтар өте көп. Бізде сот жүйесінде әділетті Қазақстанның ауылы алыс. Әділетті қоғамда рейдерлікке жол жоқ. Бизнесті заңсыз түртпектеуден қорғау мемлекеттің басым міндеттерінің бірі. Бұл туралы Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекет басшысы лауазымына келген сәттен бері үнемі айтып келеді. Алайда президенттің бұл айтқан тапсырмаларын Қызылорда облысындағы судьялар мен прокурорлар орындауға асығар емес. Сондықтан болар өндірістік кооперативтің қазіргі басшыларының бар үміті тек президентте. Яғни мына жердің барлығы сіздердің жерлеріңіз ғой, иә? Біздің бойынша. Мекеменің жері. Мына жерге басқа да өздеріңіздің жаңағы жұмыстарыңызды жасай беруге де болады екен ғой. Біз енді ары қарай бизнесті жоғарғы деңгейде дамытамыз ба деп жақсы жоспарлар жасап жатқандығымыз қазіргі таңда. Мына жағына әдейі сол мал шаруашылығына дайындап, оны келіссөздер жүргізіп, ары қарай мына базына қайтадан күрделі жөндеуден өткізіп, бұл жерден тағы да өндірістік орындар ашуға да болады. Орындар ашуға әрекет жасап жатыр едік. Мынаның барлығын сіздер уже алып қойып бердіңіздер? Бұлар енді біз тікелей алынған жоқ. Бұл үлкен бір тағы мекеме бар. Сол именно сол жағалаудағы осы кешенді салатын. Соған қосалқы мердігер ретінде біз келісім шарт жасап, әрі қарай жұмысын жасауға келісіп қойған тұғымыз. Қазір сіз үлкен шығынға батып тұрсыз ғой, иә? Әрине. Сіздің кеңселеріңіз, иә? Өндірістік. Өндірістік техникалық бөлім. Бұл жерде барлығы жұмыс жасап тұрған тұғы кешегі соңғы облыстық соттың шешімінен кейін барлығы қазір босап қалды. Асқар деген үлкен кісі жақында пенсияға шықты. Сол кісі отыратын тұғын техникалық бөлім басшысы. Мына жерде Мұхит деген кісі отыратын тұғын, мына жерде Қанат деген кісі отыратын тұғын. Барлығы қазір үйінде енді. Ешқандай жұмыс не деген барлығы тоқтады. Осы тұста шығып жатқан соттың шешімі менің ойымша әділетсіз болды. Өйткені әділетсіз болғандықтан ол шешім тек бір шешіммен тоқталмайды, ол мекемеге де өз кедерін әсерін тигізіп жатыр. Бағана мен жоғарыда айтып кеткен 20 қызметкерлердің үстінде адамдардың жұмыстары, айлықтары бәрі тоқтап қалды. Мекеменің өзі енді қадам басып жатқан кезде осындай әділетсіз әрекеттердің арқасында мекеменің де жұмысы тоқтауға жақындады. Осы әділетсіз шыққан шешімді құзырлы органдар жоғарыдан көріп жатқан дұрыс шешім қабылдаса, соған назар аударса деген пікірім бар.
Мен Астана қаласына барған кезде тіпті сол спорт кешеніндегі азаматтармен, спортпен айналысып жатқан одан тренерлермен сөйлестім. Келіп жатқан, қатысып жатқан азаматтар өте көп дейді. Бізге бұл салынып берген спорт кешені аздық етіп жатыр дейді. Яғни біздің үніміз мемлекеттің құлағына жетті. Яғни ауыл-ауылда, аймақ-аймақта спорт кешендері, мәдениет орталықтары ашылып жатыр. Ал бірақ солардың ашылып халық игілігіне жұмыс істеу үшін осындай сот тарапынан, прокуратура тарапынан үлкен кедергілер болып жатыр. Біз осыны жоюымыз керек. Осы соттың әділетсіз шешімінің кесірінен қазір біз жұмыскерлерімізден де айырылып қалып отырмыз. Себебі ары қарай жұмыстың осы соттың заңсыз, әділетсіз шешімінің кесірінен ары қарай жұмыстың жүргізбеуіне бізге осы кедергі келтіріп отыр осы. Сол себептен осы әділдікті біз Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлынан сұраймыз. Кооперативінде істейтін 20 семья, одан да бөлек субподрядтар болып істейтін 150-ге тақты семья бәрі жұмыссыз қалып, қазір зардап шегіп отыр. Сондықтан біз әділдік іздейміз. Бізде кәсіпкерлер қазір әділдік іздеймін бағдарламасына келіп жатқанның себебі де осы деп ойлаймын. Себебі олар да, кәсіпкерлер де заң үстемдігін орнату үшін, әділетті Қазақстан құру үшін оянып жатыр. Бұл жақсы үрдіс. Құрметті президент, сіз өзіңіздің жолдауыңызда кәсіпкерлерді қолдаңыздар деп тапсырма берген едіңіз. Алайда Қызылорда облыстық сотының шешімінен біз үлкен зардап шегудеміз. Сізден көмек сұраймыз. Мемлекеттік маңызы бар нысандардың құрылысын жүргізетін құрылысшылардың құқығы еш уақытта тапталмауы керек. Бұл шығарылымдағы көтерілген үлкен кәсіпорынның жан айқайына бас прокурор Берік Асылов мырзадан және президент әкімшілігінің басшысы Олжас Абайұлынан назарға алуын сұраймын.